Адамның құқығы мен бостандығы мемлекеттің негізгі тірегі. Оқу мақсаты: мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжам мен жауап беру, түпнұсқа мен салыстыру, салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру. Ең алдымен мына сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Адам құқығы дегенді қалай түсінесің? Олардың адам өміріндегі маңызы қандай? Құқық және бостандық ұғымдарының арасында қандай байланыс бар? Бостандық ұғымы нені білдіреді? Адам құқықтары жалпыға ортақ деген ойға өз пікіріңді білдір. Тілдік бағдар: салалас құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем ыңғайлас салалас, себеп-салдар салалас, қарсылықты салалас, түсіндірмелі салалас, кезектес салалас, талғаулы салалас болып, мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Оның ішінде біз бүгін ыңғайлас салаласты өтеміз. Ыңғайлас салалас жалғаулықты және жалғаулықсыз болып екіге бөлінеді. Яғни жалғаулықты да, де, та, те және әрі шылаулары арқылы байланысады. Ал жалғаулықсыз, мысал келтіретін болсақ, сағыныш бар дүниеде жұбаныш бар, көңілде көтеретін қуаныш бар. Яғни Абайдың өлеңінен мысал берілген. Нақты мәлімет 61-ші беттегі ережеде бар. Тыңдалым: біздің елімізде тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап азаматтардың құқығы мен бостандығының сақталуына жете маңыз беріліп келеді. Конституциямыздың 1-ші бабында адам құқықтарын сақтау нормасы бекітілді де, 30-шы бап түгелдей азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен мүдделеріне арналды. Бұл демократиялық ашық қоғамда өмірдегі барлық құндылықтардың ішінде адам құқығы мен бостандығы ғана ең маңызды болып саналатындығын білдіреді. Демек, адам құқығы мен бостандығын сақтау тетіктерін іске асыруға, олардың орындалуына кепілдік беруді күшейтуге ерекше назар аударылады. Ал бұл мәселелердің шын мәнінде қалай жүзеге асып жатқандығын президент жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссия жұмысынан байқауға болады. Ол еліміздегі адам құқықтары жөніндегі алғашқы мамандандырылған ұлттық мекеме. 1994 жылы 12 ақпанда елбасы адам құқықтары жөніндегі республикалық комиссияны құру туралы жарлыққа қол қойды. Осы кезден бастап адам құқықтары жөніндегі комиссияның жаңа ережесі бекітілді және жұмыс істейтін болды. Бұл осы мекеменің мәртебесінің маңыздылығын көрсетеді. Тапсырма орындаймыз. Мәтіндегі адам құқығына қатысты термин сөздерді тауып жазып, мағынасын анықта. Адам құқығы адамзаттың басты игілігі деген тақырыпта ой бөлісіңдер. Енді бағдаршам әдісі бойынша бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақтан алған әсеріңізді комментарийға жазып қалдырыңыздар. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын.